5 баласын бауырына алса екен. Атыраудағы трагедияға қатысты марқұмның туысы сұхбат берді. Атырауда болған қайғылы оқиғаға байланысты кісі қолынан қаза тапқан ерлі-зайыпты Мақсұт Қарабалин мен Нәсіп Өтешқалиеваның жақындары күдікті Сұлтан Сәрсемалиев ұсталғаннан кейін алғаш рет бұқаралық ақпарат құралдарына сұхбат берді. Бұл туралы Араша.kz сайты хабарлайды. Марқұмдардың туыстарының жан айқайын тележурналист Жанат Жақсыбайқызы әлеуметтік желіде жариялаған. Қайғыға батқан отбасы мүшелері өздерінің ауыр күйін, сарқылған үмітін және әлде жүректерінде қалған соңғы сенімдерін жасырмай жеткізді. Күдікті бәрін мойнына алса екен дейміз. Ақбаянды күдікті деп ойламаймыз. Аман есен елге оралып, дәрігерлерден емін алып, 5 баласын бауырына алса екен дейміз. Қанша дегенмен балаға ана керек қой, деді марқұмның туысы. Еске сала кетейік, Атырау облысындағы қос кісі өлтіру дерегі бойынша күдікті Индонезия республикасында ұсталған. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері шетелдік әріптестермен бірлескен операция барысында Ломбок аралындағы Сенару ауылында аса ауыр қылмыс жасады деген күдікке ілінген ер адамды қолға түсірген. Қадірлі көрермендер, бұл сұхбатты оқығанда жүрек ауырмай қоймайды екен. Жақындарының сөзі үміт пен қайғының аралас күйін көрсетіп тұрғандай. Күдікті бәрін мойнына алса екен деуі ең алдымен шындықты білгісі келгені шығар. Ал Ақбаянға қатысты жылы сөз айтуы да аналық мейірімді балалардың болашағын ойлағаннан шығар. Расында балаға ана керек. Қазір ең маңыздысы тергеудің әділ жүруі. Кімнің кінәлі, кімнің кінәсіз екенін сот анықтайды. Қоғам болып сабыр сақтап, артық сөзге ермей, шындықтың ашылуын күткен дұрыс сияқты. Марқұмдардың жақындарына төзім тілеймін.